Қайырлы күн, әріптестер. Балқаш қаласы, номер 9 мектеп, математика пәні мұғалімі Дина Жанатқызы бүгін сіздермен өз тәжірибесін бөлісуде. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұқсас фигуралар және олардың қасиеттері. Оқу мақсаты үшбұрыштар ұқсастығын белгілерін білу және қолдану. Негізгі сабақтың мақсаты үшбұрыштар ұқсастығының белгілерін қайталау, үшбұрыштар ұқсастығының белгілерін тәжірибе жүзінде қолдану тәсілдерін білу және де логикалық тұрғыдан ойлау, талдау, негізгісін таңдауды және қорытуды үйрету. Сабақты бастамас бұрын біз оқушыларды 3 топқа бөліп алғанымыз жөн болады. Бірінші топ, екінші топ және де үшінші топқа. Балалар топқа бөлініп, өздерінің топтарының аттарын белгілеп болған балалар алдыңғы сабақты еске түсіру үшін видеороликті көргендері жөн болады. Ол видеоролик 1-2 минутқа ғана созылғаны дұрыс, өйткені балалар кішкене ғана естеріне түсіріп, әрі қарай есеп шығарғандары дұрыс. Топпен бөлінген соң балаларға топтық жұмыс берген дұрыс. Топтық жұмысты берген кезде, есепті бергенде де балаларға функционалдық сауаттылыққа байланысты есеп бөлінеді. Функционалдық сауаттылыққа байланысты есептер өмірмен міндетті түрде байланыста болу керек. Бірінші топқа мектеп ауласындағы шаршы пішінді гүлзарды қоршауға арналған ағаш шарбақтың ұзындығы 20 метр. Осы гүлзардың қабырғасынан 3 есе үлкен қабырғасы бар шаршы пішінді келесі гүлзарды қоршау үшін қажетті ағаш шарбақтың ұзындығын табыңыз. Бұл бізде бірінші топтың есебі болып саналады. Ал екінші топқа Астана бәйтерек монументі металдан, шыныдан және бетоннан жасалған және алтын жылатылған шары бар әдемі архитектуралық ғимарат барлық әлемдік бірлестік үшін тәуелсіз Қазақстанның символы. Ғимараттың биіктігі Елорданы Алматыдан Астанаға ресми көшірген жылын көрсетеді. Бәйтеректен қандай да бір қашықтықта тұрған адам оның панорамалық залындағы адамдарды көреді. Егер МД 145,5 метр, ал МВ 4 метр және АВ 3 метр болатын болса, онда ғимараттың биіктігін табыңдар. Бұл бізде екінші топтың есебі. Ал үшінші топтың есебі бөлмедегі тіктөртбұрыш пішінді бір теледидардың бетінен ұзындығы ені 80 см және 60 см-ге тең. Сол теледидарға ұқсас пішінді екінші теледидардың диагоналі 50 см болса, екінші теледидардың ауданы неге тең? Бұл есептерді бермес бұрын міндетті түрде тақтаға, интерактивті тақтаға сол есептердің суреттері белгіленіп тұрған дұрыс болады. Өйткені балаларға математика пәнінен қызығушылығын үлкен оятқан сәтте балалар қызығып бір-бірімен топта бірлесіп бір-бірлерінің ақылдарын тыңдап есепті шығара бастайды. Және де бұл есептер шығарып біткен соң әрбір топ басшысы бір-бір оқушыдан балаларға шығарып, әрбір топтың алдында бұл есептерді дәлелдеп кеткендері жөн болады. Және бұл топпен жұмыстан кейін балаларды оқулықпен жұмыс жасатқан жөн болады. Оқулықпен жұмыс жасап, балалар бір-бірінің талқылаған мәселелерін тыңдап, бүгінгі сабақты өз мақсатына жетуге көп үлесін қосады. Оқулықпен жұмыс жасағаннан кейін міндетті түрде үй тапсырмасы берілу керек. Әрбір осылай тапсырмаларға үй тапсырмасын беріп, топпен жұмыс жасағанда, оқулықпен жұмыс жасаған кезде әрбір есептерге міндетті түрде әдемі суреттер қойылғаны жөн болады. Себебі балалардың қызығушылығы әрмен қарай оянып, бір есепті осын бала өз еркімен, өзінің қызығушылығымен шығарғаны дұрыс. Өйткені бір есепті өзі шығаратын болса, өз еркімен, сол кезде баланың қызығушылығы оянады және есепке деген құштарлығы үлкен дәрежеде болып табылады. Одан кейін рефлексия. Бүгінгі біздің сабақтан алған білерім әлі бар және қажетті емес. Себебі мен бұларды бірінші жұлдызшамен, одан кейін төртбұрыштымен және үшбұрыштымен салған себебім бүгінгі біздің геометрия сабағы болғандықтан, сол өздерінің стикерлері арқылы балалар көрсетеді сабақты білгенін, білерім әлі барын және қажет болмаған жағдайда. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бүгін сіздермен болған математика пәні мұғалімі Дина Жанатқызы.